Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Ендеше қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сан есім. Оқу мақсаттары: сөз таптарын сан есімді ажырату, күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу, дереккөздерден мәліметті табу жолын анықтап, тақырып бойынша мәліметті іріктеу. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға қараймыз. 27-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Көлге Сарыарқадан басталатын Нұра өзені келіп құйылады. Тереңдігі 3 метр. Теңіз көлінде 60-қа жуық кішігірім аралдар бар. Бұл жерде балықтардың 10 сүтқоректілерінің 35 түрі кездеседі. Бұл мәтіннен біздер сан есімдерді табуымыз керек. Аймақ дегеніміз балалар, бұл белгілі бір жерді аймақ деп аталады. Яғни бұл жерде біз тереңдігі неше метр? 3 метр, қаншаға жуық? 60-қа жуық, және де балықтардың қанша түрі бар? 10, сүтқоректілердің 35 түрі, қанша түрі бар? 35 түрі бар екенін білетін боламыз. Бұл жердегі сан есімдер 3, 60, 10, 35. Енді балалар, келесі тапсырма: өлеңді оқып сан есімдерді тап. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені бала саны қанша еді? Бұл жерде өлеңдердің сұрағына жауап беріп көрейік. 15 балықты әр балаға 3 балықтан тиген болатынбыз. Біз математика сабағында көбейту, бөлу амалдарын үйренген болатынбыз. Яғни бұл жерде 15-ті 3-ке бөлсек 5 саны шығады. Сонда баланың саны бұл жерде 5 бала болған екен. Енді балалар, ребусқа назар аударайық. Ребусты шешуіндегі сөз туралы біліп ал. Яғни бұл жерде бір қазан сөзі шығады. Бір қазан бұл құстың атауы. Ол қандай құс, қай жерде мекен ететін туралы интернет желісінен біліп аламыз. Жарайсыңдар балалар, енді үйге тапсырма. 29-ші жаттығу, 107-ші бет. Өз туған өлкеңде не барын жазу. Яғни туған өлкеміз жайлы жазамыз. Және сан есімнің ережесін жаттаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.